Барлығы да салыстыруда. Қазақстан Біріккен Араб Әмірліктеріне қарсы. Неге бұндай салыстыру? Көптеген данышпандар біздің еліміз басқа елдерден экономика жағынан қалып бара жатыр деп басқа елдермен салыстырады. Мәселен, осы Біріккен Араб Әмірліктерін алды. Ал бұл салыстыруы дұрыс па? Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстаннан 2,2% мұнайды көп өндіреді. Және де оларда мұхитқа тікелей қолжетімді. Біріккен Араб Әмірліктерінде адам саны бойынша Қазақстаннан 3 есе аз. Алайда оған қарамастан 80% белсенді жұмыс жасап, налог төлейді. Біріккен Араб Әмірліктерінде қарттар мен балаларға арналған мәселе жоқ. Олар осы елде жұмыс жасап, қарттықты өз елінде қабыл алады. Және де оларда біздікіндей мәселелер жоқ. Оларда 3 қала белсенді туристік қала болып тұр. Ал қалған қалалар Алматы қаласымен тең. Біріккен Араб Әмірліктерінің жері Қазақстаннан өте көп есе кіші. Және де оларда талас көзі мұнай, ал және сат, және де туризм. Ал енді басты мәселелердің бірі Қазақстан 1998 жылдан бастап мұнай өндіріп, оларды басқа елдерге сата бастады. Расында қазіргі таңда ол тым көп, ал Біріккен Араб Әмірліктерінде 1973 жылдан бастап мұнай өндіре бастады. Және де оларда тым қымбат. Ал енді бізді олармен салыстыру дұрыс па? Бұрыс па? Өзіңіз шешіңіз.